Арафа жазықтығындағы Рахма тауы. Рахма деген сөз мейірім деген сөз. Мейірім тауы. Ана отырған тау. Биіктігі мөлшері 300 метрдей ғана кішігірім төбе, кішігірім тау. Бірақ тарихы өте биік. Бұның тарихы пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның өмірбаянымен тікелей байланысты. Бұл жерде пайғамбар алейхиссалату вассаламның соңғы уағызы болған, одан кейін ол кісі уағыз айтпаған. Хутба дейді, бізде шариғатта хутба дейді ғой. Соңғы хутбасы болған ғой осы жерде. Анау етегінде тұрып, көлігінің үстінде отырып, осы жерде 70 мыңға, басқа риуаяттарда одан да көп сахабалар осының етегінде жиналған дейді. Бұл қажылық, соңғы қажылық, хаджул вада, соңғы қоштасу қажылығы, хутбатул вада, соңғы қоштасу құтпасы деген атпен тарихта танылған осы жерде оқиға болған. Алдында бүкіл үлкені бар, кішісі бар сахабалар алдында тұрған осы жерде. Осы қазір сіздер жайғасып отырған жерлер, осы жерде ине шаншырлық жер қалмай, сахабалар осы жерде иыққа иық тіресіп пайғамбарымыздың уағызын тыңдаған. Мына жердің барлығы аппақ ихрамдарға толы болған. Киімдерді білесіздер ғой. Изар мен рида дейді. Сондай екі ақ матаға оранып сахабалар осы жерде пайғамбарымыздың қасында соңғы қажылықтарын, қоштасу қажылығын, қоштасу уағызын тыңдаған. Енді мына таудың аты Джабалу Рахма дейді. Немесе Джабалу Арафа дейді. Арафа тауы деп аталған себебін ғалымдар әртүрлі түсіндіреді. Неге бұл тауда Арафа деп атады дейді. Бірінші топ ғалымдар бұл Арафа деген сөз білісу, танысу, кездесу деген мағынадан шыққандықтан Хауа ана мен адам ата кездескен жер дейді. Сондықтан да мына таудың аты кездесу тауы, неме Арафа тауы деп аталып кетті дейді. Ана төбеде тұрған ана белгі көбінесе адамдар айтып жатады. Хауа анамыз бен адам ата сол жерде жолыққан белгі, сол тұрған белгі дейді. Бірақ бұл пікір өте әлсіз пікір. Бұл пікірге біз тоқтамаймыз. Екінші пікір Арафа деп аталуының себебі дейді, бұл жерде Ибрахим пайғамбар Каабаны тұрғызғаннан кейін Жибрейіл періште түсіп, қажылық рәсімдерін баяндады дейді. Сол кезде арифта, түсіндің ба, білдің ба, ұғындың ба деп айтқан кезде түсіндім, иә, мен ұқтым, қажылық рәсімдерін толықтай меңгердім деген мағынада осы кезден бастап енді мынау Арафа деп жаңағы аталып кетті дейді тау. Бұл да өте әлсіз пікір, бұған да біз не істемейміз, тоқтамаймыз. Үшінші пікір иғтираф деген сөзден шығады дейді. Мынау Арафа деген сөз иғтираф деген сөзден шығады дейді. Иғтираф деген сөз бұл тақуалық, діндарлық, жүрегін Аллаға шын жүректен берген адам деген мағына. Мына жерге келген кезде дейді, Арафа, аль-хаджу Арафа, қажылық бұл Арафа, Арафада тұратын күн бар. Жаңағы намаздар емес, керісінше дұғаларға қатты мән беретін күн болғандықтан, осы жерді тақуалардың бас қосатын, жүректердің елжірейтін, құдайшылдардың бас қосатын жері болғандықтан, мына жерді Арафа деп атап кеткен дейді. Осы пікір негізі күштірек пікір да. Енді мен сіздерге Арафаның тарихын, атауының тарихын айтқаннан кейін, бұл жердегі пайғамбар алейхиссалату вассаламның соңғы құтпасы туралы айтып берейін деп тұрмын. Пайғамбар алейхиссалату вассалам хижраның 10-шы жылы соңғы қоштасу құтпасын жасайды. Соңғы қоштасу уағызын ұйымдастырады. Содан кейін пайғамбар алейхиссалату вассалам көп ұзамай өзінің жаратушысы Алла тағалаға оралады, дүниеден өтеді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам соңғы құтпасын оқыған кезде былай деп айтты дейді. Өзіңіз ойлаңыз, бүкіл сахабалар алдында тұр, құлақ асып тұр. Я юханнас деп айтты дейді. Ей адамдар, хойру дуа яуми Арафа деп айтты дейді. Ең жақсы дұға бұл Арафа күні жасалған дұға деп айтты дейді. Хойру ма қульту ана ва набиюна мин қабли ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир деп айтты дейді.
Ең қайырлы дұға бұл Арафада жасалған дұға дейді. Арафа күні де қажылықтың кезінде болады. Арафада жасалған дұға ең қайырлы дұға. Және де менің алдымдағы пайғамбарлардың аузынан шыққан, және де менің аузымнан шыққан ең қайырлы сөз бұл ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир деген зікір деп айтты. Өздеріңіз ойлаңыздар. Пайғамбар алейхиссалату вассалам адам ата пайғамбардан бастап бүкіл пайғамбарлардың және өзінің де аузынан шыққан ең қайырлы сөзді бізге үйретіп жатыр. Мынау бізге насихат па, әлде насихат емес па? Бұл бізге мына дұғаны жаттап алуға тұрарлық сөз ба, әлде тұрарлық сөз емес па? Сіз бүкіл пайғамбарларға ұнаған сөзді сіз жаттағыңыз келмей ма? Бұл ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах. Алладан басқа құдай жоқ, оның ешқандай серігі жоқ. Лахул мульку, бүкіл хандық, патшалық, байлық оныкі. Ва лахул хамду, бүкіл мақтау оған лайық. Мақтана берме бостан босқа. Бүкіл мақтау Аллаға лайық. Ва хуа ала кулли шайин қадир. Ол ғана бүкіл нәрсеге құдіреті жетуші. Қанша жерден кеудеңді керсең де, қанша жерден тәкаппар болсаң да, Алла тағала сенің абыройыңды төмендетіп жіберетін болса, сенің абыройыңды ешкім көтере алмайды. Ва туиззу ман таша ва тузиллу ман таша дейді Құранда Алла тағала. Қалағанын төмендетеді дейді, қалағанын көтереді дейді дәрежесін. Алла тағаланың Рафиъ деген есімі бар. Алла тағала адамдардың дәрежесін көтеруші. Алла тағала мутакаббир деген есімі бар. Такаппар, өркөкірек. Алла тағала өркөкірек. Адамға ол сипатпен сипаттау жараспайды. Адамға кішіпейілдік деген жарасады. Алты нәрсені алты жерге қойдым дейді. Соның бірі кішіпейілдікті, адамдардың арасында абыройды кішіпейілдікке қойдым. Басымдылыққа бүйтіп, өз-өзін төмендікке қойдым дейді. Бірақ адамдар оны патшалардың, байлардың арасынан іздейді. Бірақ оны о жерден олар таба алмайды дейді. Кішіпейіл болған адамды адамдар құрметтейді. Тәкаппар адамдарды көп адам жек көреді. Ұнатпайды ондайды. Бірақ кішірейген адамды адамдар көтере береді. Керемет адам мына кісі. Осы кісінің қасында жүрекші дейді. Ғалымдар айтады, адам баласы дейді, білім қосылған сайын, әдеп қосылған сайын, дінді білген сайын, ол мына жемісі бар ағаш сияқты дейді. Жемісі бар ағаш бара-бара, төмендеп, анау бұтақтары еңкейе берген сияқты, адамның да әдебі қосылса, білімі көбейсе, ол да солайынан кішірейе беру керек дейді. Білімі көбейген сайын адам тәкаппарлана бермеу керек. Әдебі көбейген сайын ол тәкаппарлана бермеу керек. Керісінше кішірейген үсті кішірейе керек. Қазақ ата-бабамыз айтады, ұлық болсаң дейді. Шынымен ұлықсың ба, мықтысың ба дейді. Мықтысың ба? Ұлық болсаң, онда сен кішік бол дейді. Кішік бол, кішірей. Үлкен адамдар дейді. Мына біз сияқты жастарды құрметтесін дейді. Бірақ жастар да үлкендердің құрметін жасасын дейді. Үлкендер кішкентайларды не үшін құрметтеу керек дейді. Өйткені үлкендер дейді, жастарға қарап ойласын дейді. Мыналар жастар ғой, біздер сияқты үлкен жас жасап, көп күнә жасап үлгермеді ғой. Бұлардың күнәсі азырақ қой бізден деп, бұларды құрметтеп қойсын дейді. Ал бірақ кішкентайлар үлкендерді де тура солай құрметтесін. Өйткені, бұл кісілер үлкен кісілер, бұлардың жасағаны көбірек, бұлардың ғибадаты да бізден көбірек. Намазы көбірек, оразасы көбірек, қажылығы көбірек, ата-анаға қызметі көбірек, халыққа жасаған жақсылығы көбірек. Бұлар біздерден әлдеқайда жақсырақ деп, бұлар кішкентайлар үлкендерді де солай құрметтесін дейді. Сондықтан құрметті ағайындар, осы пайғамбар алейхиссалату вассалам осы дұғаны үйреткеннен кейін біздерге де бұл дұғаны жаттап алу керек. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир. Бір хадис бар, өте мықты хадис. Осы дұға жайында пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, кімде дейді. Таң намазынан кейін 100 мәрте осы жаңағы дұғаны айтатын болса дейді. Егер иншалла жаттамаған болсаңыздар, құрметті қажылар, айтыңыздар. Мен жазып жіберемін иншалла. Мен вообще негізі сауапқа мұқтаж болып жүрген адаммын. Егер де керек болса, маған айтыңыздар, басқа ешкімге бармаңыздар. Маған келіңіздер, Құдайға шүкір. Мен сіздерге жазып берем, кириллицамен. Әрқайсыңыз гостиницада тұрамыз ғой. Егер де осы дұғаны жаттасаңыздар, және де жаттап алғаннан кейін таң намазынан кейін
Осыны 100 рет айтатын болсаңыздар, дейді пайғамбар алейхиссалату вассалам, ол адамға сол күні 100 сауап жазылады дейді. Ол адамға сол күні 100 күнә кешіріледі дейді. Ол адамға 10 кезіндегі құлдық болды ғой. Құлдық кезіндегі құлдар болған болса қазір дейді, сол 10 құлды азат етіп жүргеннің сауабы жазылады дейді. Және де сол таңертеңнен кешке дейін ол адамды шайтан лағнеттің зиянынан Алла тағала өзі қорғап тұрады дейді. Осы дұғаның шарапаты, берекеті. Енді ана хадистің жалғасында былай деп айтады. Енді осы 10 құл және де шайтанның қиындығынан құтқарып қояды деді. Бірақ бұдан да артығырақ сауап алуға қандай да бір мүмкіншілік бар шығар деген кезде айтады. Иә, бар дейді. Мына 100 айт дедік қой дейді. 100-ден көбірек айтсаң, одан да артығырақ сауап бола береді дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да иншалла мынаны пайғамбар алейхиссалату вассалам соңғы құтбасында, соңғы қажылығында жайдан жай пайғамбарлар және де менің ең жақсы көріп айтқан сөзім осы сөз деп босқа айтып кетпеді. Ол біздерге мұра, біздерге ескерту, біздерге иншалла не? Осыны жаттап алуға себеп. Өйткені пайғамбардың аузынан шыққан сөз бұл пайғамбардың сүннеті. Ал сүннетке еру мұсылманның ең маңызды қолға ұстайтын тұтқасы. Ең бірінші Құран, одан кейін пайғамбардың сөзіне ереміз біз. Алла айтты, пайғамбар айтты мен жүреді мұсылман адам. Ақсақал айтты, бай айтты, кім болса мейлі сол айтты. Ақыл сенбеңіз, бір іске келсеңіз дейді. Кім болса ол айта береді. Ақсақал айтты, сол кездің нелер ғой, авторитеттер ғой ақсақалдар, сол Абайдың кезінде. Бай, олар да авторитеттер. Бірақ қара Абай айтады, ақсақал айтты демеймін дейді, бай айтты демеймін, еріп кетпеймін дейді. Ақыл сенбеңіз дейді, бір іске келсеңіз дейді. Ал шариғат, Құран, хадис ақылға ешқашан қайшы келмейді. Сондықтан да құрметті ағайындар, бұл жерде ең соңғы құтпа болады. Ең соңғы құтпада пайғамбар алейхиссалату вассаламға Құранның аяты түседі осы жерде. Сол Құранның аятын пайғамбар алейхиссалату вассалам оқиды. Оқыған кезде бірталай сахабалар жылайды сол кезде. Көздеріне ерік береді. Ол аят мына аят. Пайғамбар алейхиссалату вассалам айтты: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина" деп айтты. Бүгін дейді, міне бүгін, "Ал-яума акмалту лакум динакум", бүгін мен сендердің діндеріңді кәміл өзінің шарықтау шегіне жеткіздім деп айтты дейді Алла тағала. "Ва атмамту алейкум ни'мати", сендерге өзімнің нығметтерімді тамамдап толықтырып бердім. "Ва радиту лакумул ислама дина", мен сендерге ислам дінін ғана разы қылып тастап кеттім деп Алла тағала айтты дейді. Сол кезде Омар радиаллаху анху бастаған сахабалар барлығы көздерінен қанды жас ақты дейді. Сол кезде Омар радиаллаху анху пайғамбар алейхиссалату вассаламға жақындап айтады: "Я Расулалла, бір нәрсе айтыңызшы" дейді. "Мына аят соңынан кеп тұрған аят, бұл аят сіздің дүниеден өтетіндігіңізге ишара болып тұрған аят қой, ә" дейді. "Сіз кетейін деп тұрсыз ғой бізді тастап, ә" дейді. "Бітті ғой" дейді. "Пайғамбарлық бітті ғой, ә" дейді. "23 жыл өтіп кетті ғой, ә" дейді. "Құран тамам болды ғой" дейді. "Сіздің сүннетіңіз тамам болды. Біз қаламыз ғой, ә" дейді. "Абу Бәкір қалады ғой, мен қалам ғой, бірақ сіз кетесіз ғой" дейді. Бұл соңғы аят, және де мен сендерді тастадым, мен өзімнің жолымды аяқтадым, айтыңдаршы, жеткіз алдым ба деді. "Мен жеткіз алдым ба сендерге, мен жеткіз алдым ба, толықтыра алдым ба" дейді. "Я Расулалла, жеткіздіңіз, жеткіздіңіз, я Расулалла, сіз бізге дінді жеткізіп кеттіңіз, біз куәміз, ақиретте де куәлікке өтеміз" деді. Міне пайғамбар алейхиссалату вассаламның соңғы құтбасы осы жерде болған. Пайғамбар алейхиссалату вассалам жүрек жалды уағызын айтқан, сахабалар сол күні ол кісінің дүниеден өтетіндігін түсініп, осы жерде барлығы күңіреніп жылаған. Алхамдулилля, біздерге де Алланың мейірімі түсіп, сол пайғамбарымызды көрмесек те, осы жерде сағынып отырған жағдайымыз бар. Пайғамбардың дүниеге келген қаласында отырмыз. Бұл жердің әрбір тасы
әрбір тауы, әрбір шөбі, әрбір ағашы пайғамбарды еске салып тұрғандай. Иншалла бұл жерге